Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме достар, сіздермен мен осы видеода өздеріңіз көріп тұрғандағыдай алдыңғы біз айтып кеткендегідей C++ есептерін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеода сәйкесінше біздің түсіретініміз осы алгоритмнің ең алғашқы тақырыптарының есептерінен шығаратын боламыз. Бүгінгі осы бір видеода сіздерге 5 есепті шығаратын боламын. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Сонымен бірінші есепке келетін болсақ, бізге параллелепипедтің объемасын тауып алатын боламыз. Яғни бізге длина керек, геометрияны білетін болсаңыздар, длина, ширина, высота керек болады. Ал бастап кететін болсақ, бізге бір библиотека жетіспейді есеп шығаруға. Яғни біздің қосатынымыз C+ болады. Есеп шығарған кезде осылар керек болады. Ал егер диалог бірдемелер қоятын болсақ, есептемейтін заттар болатын болса, онда бізге бұл қажеті болмайды екен. Ал бізге float қолданамыз. Int деп жазсақ болады. Алдыңғы видеоларда сіз көрген шығарсыздар, int деп қолдана бердім. Float қолданамыз мына жерде. Неге? Себебі есеп шығарған кезде бүтіні бар есептер шығады ғой. 1,5, 1,7 деген сияқты, или 100,5 деген сияқты, сондай бүтіні бар есептерді нақты шығарып береді. Ал int десеңіздер, ол үтірсіз кәдімгі алдыңғы цифрды солай шығарып береді. Ал бізге float керек, чтобы сіздерге на 100% дәлелдеп сіздерге шығарып беру үшін, әлбетте соны қолданып отырмын. Бізге floatқа алдыңғы intқа қалай қолданамыз, сол сияқты біз оған теріп жазып береміз, нені қандай букваларды қолданатынымызды. Cout, яғни бізге айтады былай, бізге длинасын айтсын дейді. Бізге длинаны айт дейді. Длинамыз қандай дейді. Длинамыз сен сәйкесінше біз жазамыз. Яғни длинасына біз A деп алайық. Длинамыз A болсын. Coutымыз жазамыз. Қайттан бізге тағы да бірдемен сұрайды. Бізге не керек тағы да? Ширина керек. Ағылшынша жаза берейінші. Ширина while бола салсын. Біз C++-та командалар қойған кезде ағылшынша тереміз, сондықтан маған ыңғайлы ретінде ағылшынша жазып отырмын. Бұлай түсінбей жатсаңыздар, ширина екен. Біз ширинаны B деп айтамыз, яғни біз ширинаға өзіміз цифр таңдап береміз. Аратай бізден нені сұрайды? Бізге енді высотаны сұрайды. Высота. Высотаны сұрайды. Енді біз олардың барлығын теріп береміз. Базар жоқ, біз бұлардың барлығын теріп береміз, а ол бізге осыны тауып беру керек қой. Есептің берілгені бойынша бізге көлем керек. Енді біз көлемнің формуласын соңғы жазады екенбіз. Ол осыларға қарайды. C++-ның ойы бойынша осыларға қарап шығады, и бізге жауабын өзі тауып береді. Сіздер білгендеріңіз бойынша высотаны тауып үшін бізге осы үшеуін көбейтіп шығады. Сонда бізде жауабы шығады екен. Арғата Cout дейміз да. Бұл дейміз. Осылай бізге тауып береді екен. Ал бастайық. Енді бізге сұрайтыны длина. Длинаға не дейміз? Мысалы 2 дейік. Ширинаға 3 деп айтайық, чтобы бүтін сандарды шығару үшін 5 дей салайық. Бүтін сан шықпайды екен. Енді өздеріңіз осы команданы қойып отырып, өздеріңіз байқасаңыздар болады, үтір арқылы шығарып береді.
просто мен берген цифрларда болмай жатыр. Олай негізінен шығарып береді дұрыс сандарда float. Нақты шығарып береді, нақты сандарды. Содан керек болады бізге. Ал енді бізге екінші есепке кеттік. Екінші есепте Hello World емес. Сіздерге қысқаша шамалы информация айтып кетейін. Ең басында C++ болған кезінде обновленный болмаған, қазіргі сияқты. Ең басында бүкілі return 0 дегенді қолданып жүрген. Сол кезде return 0 керек болған есеп, соларды шығаруға керек болған. Ал қазір C++-мыз обновленный болғандықтан біз return-сыз любой есептерді шығарсақ болады. Біз енді сәйкесінше жазайық. Float берейік. Float или int бәрібір. Long деген бар. Ұзақ сандар болып кетсе, сол кезде біз қолданамыз. Ұзақ даттар болып кетсе, сәйкесінше аудармасы көп дегенді білдіреді. Long. Ашты береміз. Немесе double дегенді де қойсақ болады. Олардың барлығының айырмашылықтары жоқ. Мен сіздерге түсіндіріп кететін мына жерде прямоугольникті тауып алуымыз керек бізге. Формуласын өздері берген 0,5, яғни 1 бөлінген 2 көбейтілген а, сосын h. Математиканы жақсы білетін болсаңыздар білесіздер бұл формуланы. Осы формула площадьтың прямоугольнигінің ауданы болып келеді. Бізге белгісіз сандар а болады және h болады. Қалғандары белгілі. Біз s-ті сұратпаймыз сен дегеннен. Себебі s-ті бізден сұрайды, біз s-ті неге береміз, егер оны өзі тауып беретін болса. Сондықтан біз s-ті белгілемедік, бізге a мен және h керек болды. Сондықтан мен a-ны және h-ты сұрасын деп қойдым. Осылай істесек болады. Немесе астына жазып сен деп бөліп жазсақ та болады, манағы бірінші есептегідегідей. Енді арғатай жазамыз. Негізінен алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, олар кішкене күрделілік есептер болды. Мынау негізінен C++-ты енді бастап жатқан болсаңыздар, осы видеоны қарағандарыңыз дұрыс болады. Себебі бұл C++-тың ең алғашқы түсіндірілмесі, осыларға қарап шығарып отырып көтерілесіздер. Алдыңғы есептер қиындау болды негізінен. Мысалы 0,5 берейік. 0,5 шығарып берді екен. Міне float деген сол. Мысалы мен int-ті берейін сіздерге. Міне дәлдеп көрсетейін. Int-ті береміз. Жаңа не бердік? 2-ні бердік. Шатаспасам 0,5-ті бердік. Ол 0 деп қойды. Жаңа 0,5 деп жазды ғой, ол бізге 0 деп қойды. Неге? Мен жаңа айтып кеткенімдегідей int деген ең алғашқы цифрын жазып отырады. Ал float десек, ол полностью подробно жазып береді. Физикадағыдай прямо дұрыстап кәдімгідей үтірімен бірге жазып береді. Сондықтан біз кәдімгі есепте шығаратын болсақ, float қолданғанымыз дұрыс, немесе double қолданғанымыз дұрыс болады. Үшінші есепке кететін болсақ, үшінші есепте бізге не дейді? Бізге тағы да математика, геометрия, яғни көлемді табатын боламыз. Көлемнің формуласы мына жерге пи керек болады, return алып тастаймыз. Жаңа айтып кеттім return туралы. Айтпақшы, мен мына жерге include жазып отырайын. Қазір include 17. Include бұлай негізінен басқа бір есеп шығармайтын, жай ғана есептер шығаратын болсаңыздар, ондай қатты тіреліп қалмайды. Мынаны артық жаздым, мына симазды артық жаздым, мына битсті артық жаздым деп тіреліп қалмайды. Ол просто бүкіл библиотекаларды алып шығады и соларға қарап шығара береді. Ол керек емес библиотекаларды мынау деп өйтіп астынан бүйтіп жазып айтты қызыл жазулармен. Егер есеп қате болатын болса, сол астыларында қызыл жазулармен жазып береді. Мынау қалай деген сияқты. Ал енді мынаған жалғастырайық.
флоуат дейміз. Біздің керек, бізге пиіміз керек қой. Пиіміздің орнына жазып береміз 3,4 бүтір r дейміз. Бүтір h керек қой. H керек. Геометрия біліп отырсаңыздар, өздеріңіз біліп отырсыздар, қандай әріптер керек, қандай формуламен шығару керек екен. Бізге r керек, радиусы, және биіктігі h керек. Яғни бізден C++ сұрайтыны, бізден r-ді сұрайды. Біз r-ге жауап береміз және h-ға жауап береміз. Ол бізге мына формулаға қарап айтып береді. Пи-ге көбейтеді. Яғни сіздер білсеңіздер, r квадрат бар емес па? R квадратты бұлай жазады негізін. C++-тың осыған ойланып жазады. Бұлай интернеттен бір есепті білгілеріңіз келсе, или ағылшынша сұрайтын болсаңыздар, оларда да интернетте солай жауап береді. Пау деп. Пау деген сол квадрат дегенді білдіреді. Бүтірді береміз, 3-ті береміз, и соңына осыны береміз. И соңында бізге нені тауып береді? Соңында бізге айтады, жауап осындай дейді. Бізге көлемі керек емес, біз сол көлемін тауып берсін. Ал енді дұрыс болуы тиіс. Егер бұлай айналып кетіп жатса, кішкене сәт қуып жатыр дегенді береді. Қазір перезагрузить етейік. Осылай жаздық. Так, енді бізге нені сұрайды? Бізге r-ді сұрайды. R-ге мысалы 2-ні берейік. Екінші бізден h-ті сұрайды. 6-ны бере салайық. Наугад. Міне бізге үтірі санын шығарып берді. Мен қайдан біліп отырмын? R-ді сұрап отқан, может h-ті сұрап тұрған шығар. Қайдан біліп отырмын дегенде бізге ең бірінші нені бердік? R-ді бердік, сосын h-ті бердік. Сондықтан мен осыған қарап айтып отырмын. Немесе мен мына жерден sin now үстіне ең бірінші нені беріңіз деп сөйтіп жазатын болсам, ол маған кәдімгідей жазып береді. Ана үстіне нені сұрап жатқандарымыздың барлығын жазып береді. Манағы есептер сияқты, мына длина, ширина деген сияқты қылдып жазсақ та болатын еді. Бұлайда да жазсақ та болады. Мен сіздерге осылай дәлдеп жазып отырмын. Hello world деп міне осы ғой, мысалы Cout, міне ең басында кірсеңіздер, Cout пен Hello world деп жазады. Осыны соған қолдансақ болады. Кішкене сайт қуып жатыр. Так, include. Негізінен битсті ашатын болсақ, C++-тың бүкіл библиотекасын ашып береді. Битс өте қатты қажет, бірақ ол C++-ға интернеті бар онлайн компиляторларда C++-та битсті распознать ете алмайды. Вот. Мен мына жерде не шығарайын деп жаттым. Мына жерде қазір мына жерде мен ең басындағысын мен алып тастадым, я. Ладно, мына жерге мен бізге берілгені бойынша қазір қарап көрейін. Қандай еді? Міне. Бізге нені табу керек? Және функция деген. Бізге мынаны беріп тұр екен ғой. 2,7. Мен басқасын тастартқан жоқ. 2,7 дейді. x3 ой, мынау кубы сияқты. Так, 0,123. Сонымен қатар x квадрат алынған. Неше дейді? 14 деме? Жоқ, 1,14 деп айтып жатыр екен мына жерде. Все, таптым. Ал телефонды өшірейік. Мысалға енді даблды айтып отырдым жаңа. Мысалға енді даблға шығарайық. Может сұрақтарыңыз туындап қалған шығар, дабл арқылы қалай шығады деген сияқты. Егер C++-ның бастап отырсаңыздар. Мысалы, міне sin x дейміз. Ары қаратай жазатын боламыз.
кейбірлерінде бұлай жазатындар бар, осылай. Кейбірлер осылай жазу мүмкін, или там бұлай. Бұл негізінен тапты бассаңыздар клавиатурадан осылай алдыға қартай бұлай жүре салады. Енді біз Y сәйкесінше мына формуладан жазамыз. Мынаны жазып алу үшін мынаны бұлай копировать етіп, мынаны дұрыстай салайын. Так, мынадан 1,2,7 көбейтілген бір жаққа кетіп қалдым, кешірім өтінемін. Так, біз мына жерге не жазамыз? Бізге осы функцияны жазсын деп тұр. Мен не белгілеп шықтым, жаңа сразу шулдап сізге жазып бердім. Даблға жаңа int сияқты белгілеп шықтық, float сияқты нені қолданамыз, соларды белгілеп шықтық. Сол тек айырмашылығы double, int, float деп жазадым мына жерге. Енді айырмашылығы int пен floatты жаңа ғана түсіндіріп кеттім. Float нақты сандарды жазып береді. Сол мына жерде бізден сұрайтыны x сұрайды. Неге? Потому что мыналарға қарасаңыздар, бізге бүкіл цифрлар белгілі, тек x3 қана тек мына жерде көріп тұрсаңыздар x белгісіз. Ал бізге мына y-ті тауып беру керек. Y тауып беру үшін біз x-тің орнына цифр жазуымыз керекпіз. Сондықтан бізге сұрайтыны x-ке қандай цифр қоясың деп бізден сұрайды. Сонымен қатар мен мынаны жазып отырам. Яғни x кубты жазатын боламыз. X дәрежесі 3 деп айтайық немесе. Сонымен қатар біз оған қосамыз. Қосқан кезде 0,123. Сонымен қатар оны көбейтеміз. Соны біз көбейтеміз мына x-тің квадратына. Яғни біз оны жазатын болсақ, x 2 аламыз 1,4-тен. И біз оны соңына мынаны қоя салайық. Return мысалы тұрса тұра берсін, оның да ешқандай айырмашылығы жоқ. Тұрса да тұрмаса да есепті шығарып береді return. Так, cout жазамыз, cout деп. Яғни бізге формулаларға C++ қарап шығатты, и бізге жазады осы cout арқылы жауабын. Так, басайық. Енді мына жерде нені сұрап тұр? Сәйкесінше біз команда беріп қойдық, сен x-ті сұрайды. Біз x-ке мысалы 2-ні береміз. И өздеріңіз есептеп шықсаңыздар болады. C++ дұрыс есептеді ма? Мынаны. Ол яғни 2-ні алды, осылардың орындарына қойып шықты да, и шығарып берді. Енді келесі есепке кетейік. Келесі есепке кеткенде тоже бізге өзі формула беріп, осын шығарып берсін дейді. Біз енді оған шығарып беретін болсақ, міне return мына тұрды, ол return даже айырмашылығы жоқ. Мысалы мен 2 дедім, минус 22,8. Мен мысалы ретурнсыз шығарайын. Ондай не қойып едім? 2 қойдым. Минус 22,8 болады. Сондай ешқандай айырмашылығы жоқ. Ретурн тұрса да, тұрмаса да. Ретурнның ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді біз мына формуланы шығарып шығайық. Бізге floatқа мен үйренісіп қалдым. Жаңа мен doubleмен шығардым. Doubleда ешқандай тоже айырмашылығы жоқ. Doubleда сондай float сияқты шығарады. Так, ал енді келесіне шығарайық. Келесіне шығарамыз. P дейміз да. Бізге P керек емес па? P r квадрат. P-ге сәйкесінше 3,14 бүтір. Физикадан есеп шығарып отқан кезде сіздер көрсеңіздер болады. Электрон заңдарында ма, сол кездерде қолданып жатады. Бұлай негізінен математикада да қолданады 3,14-ті.
бізден r-ді сұрайды. S-ті неге сұрамайды? Потому что S-тің өзін тауып береді бізге. Кейбірлеріңіз шатасып кетіп S деп жүрсеңіздер C++ басқаша шығарып кетуі мүмкін. Сондықтан сіздерге керек заттарды сұрайтындай қолдартып жазуларыңыз керек. P-ді де сұрамайды, потому что бізге P тұр. Сондықтан осылай ғана қалдырамыз синді. И біз арғатай формуланы жазамыз. Формуланы жазған кезде P көбейтілген. P-ді уже распознать етіп тұр ғой. Так, r квадрат түр жазамыз. Cout үлкен S өтір. Сонымен қатар return, білмеймін, return түріне ақ бесін. Ой, бізге нені сұрады, қылы өлесіздер. R-ді сұрады. R-ге мысалы 3-ті берем. R-мен берген кезде 3,14, яғни түр бар санмен көбейткен кезде осылай шығарып берді. Ал енді 28 қылдыртайықшы жауабын. 28 қылдыртуысын істеміз керек біз. Әлбетте біз оны ентке айналдыруымыз керек. Сонда бізге 28 қылдырады екен. Біз 3-ті бердік, шатаспасам. Приблизительно шығарып береді. Жаңа қандай цифр берген білмей тұрмын. Бұлай негізінен интпен есеп шығарып керек емес, float немесе даблмен шығарғанымыз дұрыс. Сонда ол нақты сандар шығарып береді. Вот. Сонымен осымен видеомызды аяқтайтын боламыз. Келесі тақырыптарда біз кішкене күрделі есептерді шығаратын боламыз. Осымен видео аяқталды. Сіздермен болған мен Абдуллах. Қош, сау саламатта болайық. Видео ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер. Арнаға да тіркеліп кетіңіздер. Қарсы емеспін. Сау саламатта болайық. Сау болыңыздар.